Әлем достар, сіздермен бірге жел каналы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз безеуден құтылудың ең оңай тәсілі туралы айтатын боламыз. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Безеуден құтылуға болады, тек бет терісінің қандай екенін анықтап, соған сәйкес күтім жасалса, барлық кемшіліктен арылуға мүмкіндік бар. Майлы теріге арналған және безеуді кетіруші маска. Бізге қажет болатын заттар: кәдуілгі кір сабыны мен ас тұзы ғана. Бұл заттар кез келген үйден табылады. Бет күтімі үшін міндетті түрде қымбат косметика немесе арнайы скраб. Маска ғана болмаса бетті әдемі ету мүмкін емес деп ойласаңыз қателесесіз. Себебі үй жағдайында кез келген адам қолжетімді масканы өзіңіз-ақ дайындап ала аласыз. Сонымен кір сабының аз ғана бөлігін үккіштен өткізіп, үстінен аздаған жылы су құйып, жақсылап көпіршітіп аламыз. Дайын болған қоспаның бір ас қасығына бір шай қасық тұз қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Маскамыз дайын. Енді тазартылған бет терісін мұқият жағып шығамыз. Бұл маска бет терісін тазартып қана қоймай, бет терісінің майлануын алдын алады. Себебі бұл маска майлы бет терісін құрғатады. Сонымен қатар беттегі безеуді, қара дақтарды жоюға көмектеседі. Бұл масканы аптасына 3 рет қолдануға болады. Масканы 1 ай бойы жалғастыру керек. Екінші аптада нәтижесі байқалады. Масканы бетке жағып болғаннан кейін 5 минут ұстау керек. Уақыт өткеннен кейін масканы алдымен жылы сумен жуып, соңымен сүлгімен ылғалды сіңіріп алыңыз. Соңынан нәрлендіргіш крем жағып қойыңыз. Егер де достар бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, және де бізге мотивация беріп, арнамызға жазылып, және де өз ойларыңызды комментке жазып кетсеңіздер болады. Осы видео қызық болса, екінші бөлімін сіздер үшін шығаратын боламын. Ал біз өз видеомызды аяқтаймыз.